Саламатсыздар ма оқушылар, 4-ші сынып математикасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Жұлдыздар және галактикалар. Сабақтың мақсаттары: бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыруды үйренесің. Ендеше оқушылар, ғарышқа саяхат бөлімі болғандықтан сіздерге жұлдыздар мен галактикалар туралы қысқаша бейнефильм ұсынамын. Галактикалар ғаламды құрайтын өлшемдері өте үлкен жұлдыздар жүйелері. Ғаламның бізге байқалатын бөлігіндегі галактикалар жиынтығын кейде метагалактика деп атайды. Басқа галактикалардан өзгешеленіп, біздің галактика бас әріппен жазылады. Галактикалар пішінімен, салмағымен және өлшемдерімен ерекшеленеді. Морфологиялық тұрғыдан қарағанда сфералық, эллипстік, спираль және бұрыс пішінді галактикалар ажыратылады. Біздің галактика спираль түріне жатады. Оның үлкен диаметрі 80 мың жарық жылындай, ал орталығындағы максимал қалыңдығы 16 мың жарық жылына тең. Шетіне қарай 3-6 мың жарық жылына дейін азаяды. Галактикалар кеңістікке әркелкі бөлініп, топтар мен шоғырлар құрайды. Біздің галактика басқа 15 галактикамен бірге галактикалардың жергілікті тобы деп аталатынды құрайды. Бізге ең жақын деген галактикалар Магеллан бұлттары мен Андромеда тұмандығы. Галактикалардың барлығы да қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Шамамен 100 жыл бұрын біздің галактика әлемдегі жалғыз дене деп есептелді, және барлық көрінетін тұмандықтар біздің галактикаға жатады деп саналады. Бұл оларға дейінгі қашықтарды анықтаудың қиындықтарына байланысты болды. Қазір ғарыштағы 20 галактиканың жергілікті шоғырын және басқа 10 миллиардқа жуық галактиканы білеміз. Олар топтасып орналасқан. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымызға кірісейік. Сурет бойынша бөлшектерді жаз. Әрбір сан нені білдіретінін түсіндір. Бөлшектерді 2-2-ден салыстыр. Қарасаңыздар, балалар, біздерге фигуралар бөлінген бөлшектерге. Енді қанша бөлшекке бөлінген сана жіберейікші? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бөлшекке бөлінген екен мұна фигура. Ал енді осы 12 бөлшектің қаншасы алынып тұр? Дұрыс айтасың, 5 алынып тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы бөлшек түрінде қалай жазамыз? 12-ден 5. Жарайсыздар. Алымы 5, бөлімі 12. Бөлімі деп отырғаным, фигура барлығы 12 бөлшекке бөлініп, оның 5-і алынды. Келесі фигура 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бұл да 12 бөлікке бөлінген екен. Енді бұл фигураның қанша бөлшегі алынып тұр? Дұрыс айтасың, 8 бөлшегі алынып тұр. Оны бөлшек түрінде қалай жазамыз? Өте жақсы, 12-ден 8. 12 бұл бөлімі, ал 8 алымы. 12-ге бөлініп, оның 8 бөлігі алынды дегенді білдіреді. Енді сіздер білесіздер, бөлімдері бірдей, алымдары әртүрлі. Енді бұндай бөлшектерді салыстыру үшін бөлімдері бірдей болғандықтан алымдарын салыстырамыз. Алымы 8 артық. Келесі фигура қанша бөлікке бөлінген санап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 бөлікке бөлінген екен. Қанша бөлігі алынып тұр? Дұрыс айтасың, 4 бөлігі алынып тұр. Оны бөлшек түрінде 16-дан 4 деп жазамыз. 4 алымы, бөлімі 16. Келесі фигураны санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Бұл фигурада 16 бөлікке бөлінген екен. Енді қанша бөлік алынып тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 бөлік алынып тұр. Енді бұл фигураны бөлшек түрінде қалай жазамыз? Дұрыс айтасың, 16-дан 6. 16 бұл бөлімі, ал 6 алымы. Енді екі бөлшектің де бөлімдері бірдей, алымдары әртүрлі. Салыстырған жағдайда алымдарын салыстырамыз. Есіңде сақта, бөлшектерді салыстыру кезінде бөлімдері бірдей, бірақ алымдары әртүрлі болған жағдайда алымы үлкен бөлшек артық болады екен. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырма. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесін есімізге түсірейік. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу үшін бөлімдері сол күйінде қалады. Алымдарын қосып шығамыз. 35-ке 38-ді қосамыз, одан шыққан санға 8-ді қосамыз. Кәне есепте қойыңыздар. Жарайсыздар. 90-нан 76. Келесі өрнекте бөлімдері 45, бөлімдері сол күйінде қалады. Тек алымдарымен қосу және азайту амалдарын орындаймыз. Бірінші жақша орындалады. 12-ге 1-ді қосамын, 13, 14-тен 13-ті азайтамын, 1, яғни 45-тен 1. Келесі бөлімдері 190. Бірінші жақша орындалады. 190 сол күйінде қалады. 15-ке 20-ны қосамын, 35, 70-тен 35-ті азайтсам, 35. Дұрыс, 190-нан 35. Жарайсыздар. Есіңде сақта. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады. Алымдары бір-біріне қосылады. Мына жағдайда қарап тұрсаңыздар, 12 бөлімдер өзгеріссіз сол күйінде қалды. Тек алымдарын қостық. 4-ке 5-ті қосқанда 9. Кез келген А, Б, С натурал сандары үшін С-дан А қосамын, С-дан Б, тең С, С-дан А қосылған Б. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады да алымдары бір-бірімен азайтылады. Бөлімдері 12 өзгеріссіз қалды, алымдарын азайттық. 9-дан 4 азайтқанда 5. Кез келген А, Б, С натурал сандар үшін А азайтамын С-дан Б-ға, тең С-дан А азайту Б. Бұл деп отырғанымыз бөлімдері бірдей бөлшектердің қосу және азайту амалдарын орындаған кезде бөлімдері сол күйінде қалады, тек алымымен ғана амалдар орындаймыз. Келесі тапсырма дәптеріңе орында. Үшінші тапсырма. Салыстыр. 90-нан 15 пен 90-нан 20-ның қосындысын 90-нан 1 мен 90-нан 40 сандарының қосындысымен салыстыруымыз қажет. Есіңде сақта, бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін алдымен өрнектердің мәнін есептейміз, екі бөлшекті салыстырамыз. Өрнектердің бөлімі бірдей екі бөлшектерді қайсының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Алымдары бірдей екі бөлшектің қайсының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады. Ал енді қосу амалы сіздер білесіздер, тек алымдарымен орындалады. Кәне, бірге орындап көрейік. 90-нан 15-ке қосамын 90-нан 20-ны. Қанша болады? 90-нан 35. 90-нан 1-ге қосамын 90-нан 40-ты. 90-нан 41. Қайсысы артық? Дұрыс айтасың. Келесі, 12-ден 2-ден азайтамын 12-ден 1-ді. Қанша болды? 12-ден 1. 12-ден 5-ден азайтамын 12-ден 2-ні. Қанша болды? 12-ден 3. Қайсысы артық? Дұрыс айтасың, 12-ден 3 артық. Келесі, 120 мен 77 қосу 120-дан 42. 120-дан 61 қосу 120-дан 21. Екі өрнекті салыстыра қояйық. Қайсысы артық? Дұрыс айтасың. 120-дан 119 артық болады. 30-дан 5-ге қосамын 30-дан 3-ті. Қанша шығады? 30-дан 8. 30-дан 5-ге қосамын 30-дан 2-ні. Қанша шығады? 30-дан 7. Енді екі өрнектің қайсысы артық сонда? Дұрыс айтасың. 30-дан 8 артық.
Келесі тапсырманы дәптеріңе орындайсың. Салыстыру. 4/1 тәулік, яғни тәуліктің 4/1 бөлігін тауып аламыз да, оны 340 минутпен салыстырасың. Сағаттың 2/1 бөлігін тауып 35 минутпен салыстырасың. Тәуліктің 2/1 бөлігін тауып 12 сағатпен салыстырасың. Метрдің 2/1 бөлігін тауып 60 сантиметрмен салыстырасың. Жұмысыңды ұстазыңа тексерт. Келесі тапсырма. Есепті шығар. Растхананы жөндеу үшін әрқайсысында 24 адамнан 3 құрылыс бригадасы құрылды. Жұмысшылардың 4/1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізді. Сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшылардың 9/4 бөлігі сырлаушылар, қалғандары кірпіш қалаушылары болды. Бригадада қанша кірпіш қалаушы болды? Есеп не туралы, оқушылар? Дұрыс айтасың, құрылыс бригадасындағы жұмысшылар туралы. Есептен не белгілі? Дұрыс айтасың, әрқайсысында 24 адамнан 3 бригадасы құрылғаны белгілі. Тағы не белгілі есепте? 4/1 бөлігі сылақ жұмыстарын жүргізгендер және оның 9/4 бөлігі сырлаушылар екені белгілі. Енді есепте не белгісіз? Дұрыс айтасың, қанша кірпіш қалаушы болғаны белгісіз. Ендеше қысқаша шартын құрып, есептің жауабын табайық. 3 құрылыс бригадасы 24 адамнан. Сылақ жұмыстарын жүргізді белгісіз. Ода құрылыс бригадасының 4/1 бөлігі. Сырлаушылар белгісіз адам. Сылақ жұмыстарын жүргізген жұмысшылардың 9/4 бөлігі. Кірпіш қалаушылары белгісіз. Шешуі. Бірінші амалда барлығы қанша жұмысшы бар екенін тауып аламыз. Ол үшін 24-ті 3-ке көбейтеміз. Барлығы 72 адам жұмыс жасайды екен құрылыс бригадасында. Екінші амал, сылақ жұмыстарын жүргізді қанша жұмысшы, осыны тауып аламыз. Ол үшін 72-ні 4-ке бөлеміз. Себебі 4/1 бөлігі деп тұр. Сондықтан 4-ке бөлеміз. 18 сылақ жұмысшысы бар екен. Келесі табатынымыз сырлаушылар. Ол мына сылақ жүргізген жұмысшылардың 9/4 бөлігі дейді. Ол үшін 18-ді 9-ға бөліп, 4 бөлігін көбейтеміз. 18-ді 9-ға бөлсек 2, 2-ні 4-ке көбейтсек 8. Бұлар оқушылар, сырлаушылар екен. Ендігі табатынымыз кірпіш қалаушылары. Кірпіш қалаушыларын табу үшін барлық құрылыс бригадасында жұмыс жасайтын 72 адамнан азайтамыз сылақ жұмысшыларын және де сырлаушылардың санын. Сонда 46 кірпіш қалаушылары бар екен. Жауабы, бригадада 46 кірпіш қалаушысы бар. Жарайсыңдар. Келесі ширату жаттығулары. Сандардың бөлігін тап. 360 мыңның 3/1 бөлігі. 360 мыңның 3/1 бөлігін табу үшін санды 3-ке бөлеміз. Қанша шықты? Жарайсың, 120 мың. Ал 360 мыңның 10-1 бөлігі қанша? 10-1 бөлігін табу үшін осы санды 10-ға бөлеміз. 36 мың. Жарайсың. 420 мыңның 3/1 бөлігі қанша? Жарайсың. 140 мың. Ал 10-1 бөлігі қанша? 42 мың. 27 мыңның 3/1 бөлігі қанша болады? Дұрыс айтасың, 9 мың. Ал 10-1 бөлігі ше? 2700. 3 мыңның 3/1 бөлігі қанша? 1000. Өте жақсы. Ал 10-1 бөлігі 300. Жарайсыздар оқушылар. Ендігі тапсырма, бүгінгі алған білімімізді өз бетімізше
қолданып көреміз. 4-ші жұмыс дәптеріндегі 23-ші беттегі 1-ші, 2-ші тапсырмаларды орында. Және де өз біліміңді бағалауды ұмытпа. Жарайсыздар, сау болыңыздар.